әкесіне әке десем, Айдархан өзінің әкесіне әке десем, абсурд қой бұл. Абсурд. Сен баласы отырған қалай сен әке боласың деген сияқты. Оны істей ала ма деген сияқты сұрақ Ол қоя алмайды ол. Алла тағала оны істей ала ма деген сұрақ қойылмайды ол үшін. Енді не мүмкін? Алла тағала істей береді. Қарашы енді, жынның адамның ішіне кіруі абсурдтардан ба, әлде мүмкін заттардан ба? Мүмкін заттардан. Мүмкін ғой. Енді болды, онда вопрос жоқ, Алла қаласа кіреді. Енді қалай ол ұстаз мен түсінбеймін бұл теманы. Иә, болды. Бұл кіреді. Екіншіден, қазіргі болып жатқан оқиғаның бәріне мен кіріп кеткен деп айта алмаймын. Қазір 90% может психологически ауырып жүргендер шығар, кіріп кетті деп ойлап деген сияқты ше. Васвас деген сияқты. Иә, енді екінші сұрақ туындайды. Айдархан, сен жын ішіне кіріп кетті деген кезде сенің түсінігің болды, ол сенімен управлять етеді, сен оны тоқтата алмайсың деген сөз бе? Как будто солай. Жоқ, қате. Неге жынның сенің ішіне кіруі ол сенімен управлять етеді деген мәнді беру керек сам по себе? Сөйлейді деген сияқты былай. Болды, вот сөйлейді деген сияқты, иә. Мен саған мынандай түсінікті түсіндіруге тырысайын. Сен түсінуге тырыс. Өйткені мынандай нәрсе бар. Қолын көтерші. Осы жерде қолын көтерген кезде ақида айтады, так, қолды көтерді кім дейді? Айдархан дейміз, иә. Бірақ по сути дела бұны Алла көтерді. Сен емес. Сен просто ниет қылдың, қолды көтеруге жұмсауға ниет қылдың да, уже сен Алла көтеріп берді. Күш қуатты ала берді. Иә, бірақ бұл мынандай мағынада емес. Сен ниет қылдың да біреу артынан келіп қолыңды көтеріп тұр деген сөз емес. Бұл кәдімгі сен ниет қылдың, өйткені қанша қолдар бар ғой, ниет қылса да көтере алмай тұр. Алла бермей тұр да оларға күш. Мүмкіндік бермейді. Иә. Демек сен көтергенде Алла саған күш қуат берді ма? Берді. Демек ол күш қуат кімге беріп тұр? Кімге беріп тұр? Саған беріп тұр. Сондықтан да сен көтере алып тұрсың, иә? Сен көтеріп тұрсың, потому что саған күш қуат берді. Енді сен біреу келіп, сен мысалы біреуді барып, оны айтпай ақ қойшы сондай шаршатып жүрсің. Мысалы сен біреуді барып шапалақпен ұратын болсаң, сен айта аласың ба? Жоқ, мен пәленше алды да қолымды алды да шақ ұрды деп айта аласың ба? Неге айта алмайсың? Потому что сенің ұрудағы жұмсап жатқан, беріліп жатқан құдірет кімге беріліп тұр? Саған ғой. Ол значит сенің ударың да. Құдірет сенде тұрғаннан кейін бұл сен істеп тұрсың. Бірақ Алла тағала күш қуат берді соған. Сол енді саған беріп тұр ғой. Демек сен, то есть менің айтпағым қара.